Табиғатта гүлдің ашылуы ұзақ уақыт алады. Ал бүгін біз сол құбылысты өзіміздің қызықты тәжірибеміз арқылы 1 минут ішінде ғана көретін боламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ермұханов Абдулазиз. Бүгін біз сіздермен қағаздың капиллярлық қасиетін көрсететін эксперимент жасаймыз. Бізге керекті заттар: түрлі түсті қағаз, тәрелке және су. Түрлі түсті қағазда гүлдердің суретін салып аламыз. Сосын оларды қиямыз. Гүлдің жапырақтарын ортасына қарай бүктейміз. Тәрелкеге су құйып, суға гүлдерді жібереміз. Гүлдерді су бетіне қойған сәттен бастап, олар ашыла бастайды. Бұның себебі қағаздың өте жіңішке талшықтары болады. Біз суға қағаздан жасалған гүлдерді қойған кезде, су осы жіңішке талшықтар бойымен тарай бастайды. Қағаздың бүгілген жерінде де талшықтар суға толып, бүгілген жері жазыла бастайды. Міне осылай біздің қағаздан жасалған гүліміз тез арада ашылады. Сіздермен бірге болған Ермұханов Абдулазиз. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.